Сәлем достар, жаңадан қосылған жандар каналыма қош келдіңіздер. Егерде осындай сап-сары иісі бұрқыраған тарыны қуырғыларыңыз келсе, видеоны толық аяғына дейін қарауға кеңес беремін. Ал егерде видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазақша YouTube-тың дамуына үлес қосыңыздар. Қайырлы күн, қыздар. Бүгін сіздерге тарыны қуырудың ретімен жолдарын көрсетіп отырамын. Ең алдымен біздер қазанға осылай толтырып су құйып аламыз. Ол суымыз міндетті түрде осылай кәдімгідей сарқылдап қайнауы керек. Мен тарымды дайындап алдым. Міне шелекте 2 қуырым тар салайын деп тұрмын. Дәл қазір қайнап жатқан суымызға, қазанымызға жаңағы тарымды осылай сіңіріп салып жіберемін. Сосын осылай бірлеп араластырып аласыздар, жақсылап тұрып. Мына сөктері бетіндегі өзі осылай қалқып шығады. Соны қазір мына сүзекінің көмегімен алып аламыз. Сосын міндетті түрде 2-3 қайтара, 4 қайтара даже тарымызды осылай араластырып, мына бетіндегі аларды алып тастаймыз. Бұлар бізге керегі жоқ. Үйлеріңізде тауық болса, тауыққа керім болады. Міне осындай сүзекімен де осылай алып алсаңыздар болады. Осылай тарсылдап қайнауық. Шамамен 40-45 минуттай осылай тарымызды пісіріп аламыз, қайнатып аламыз. Мінекей, менің тарым дайын болды. Оны қайдан білеміз? Оны мінекей, ауыздары осылай ашылуы керек. Енді қазір сүзіп аламыз. Міне мен тарыны қазір сөктен сүзіп алам. Осындай 2 сүзекіні дайындап қойдым. Сөгін бөлек, тарсын бөлек осылай алып аламыз. Жаңа тарымызды алып алғаннан кейін қазанды құрғатып, жаңағы сүзіп алған тарымыздың жартысын түсіп салып, сүзекінің осындай көмегімен тарымызды құрғатып аламыз. Содан кейін ғана әбден тары құрғаннан кейін бұлғаушпен бұлғаймыз. Сөйтіп алу керек, жақсылап. Мұнау манағы қуырған тарының жартысы, соны қол келімен қараладық, енді ақтаймыз. Тапшы орайды, бәрі тапшы. Тарыны осы келсаппен 2 рет түйіп аламыз. Біріншісі қаралаймыз, екіншісінде ақтаймыз. Келсаптың келіні түйгіштейтін басы арнайы салмақты етіп жасалынады. Қаралаған кезде, ақтаған кезде тарыны ұшырып аламыз. Қазір келесі видеода көретін боласыздар.
Осындай күшті сапсары болып тарымыз дайын болды.